Сәлем достар, қазір көп достар менің жаңа үйде жүргенімді біледі. Сол жаңа үйде мен қандай кухняны қолданып жүрмін, мінекей осындай настольный газ, мынау менің енемнің тапасы. Осыған тамақ жасаймыз. Мына газды біз барахолкадан сатып алдық, уақытша қолдануға 7,5 мың теңгеге. Міне банкіде май тұр, необходимо қолданатын заттар тұз, бұрыш. Осындай заттарды қолданамыз. Күнделікті осыған тамағымызды жасап жейміз. Бұл біздің болашақ кухнямыз. Мен сіздерге, өзімізге де болашақта естелік болып қалу үшін осы жағдайды, осы моментті YouTube каналыма жүктеп қоюды жөн көрдім. Болашақта бұл жердің барлық біткен түрінде сіздер болашақта көретін боласыздар. Біздің өзіміздің қазір тұрып жатқан үйіміз бар, бірақ дегенмен де мынандай отоплениелерді орнатқаннан кейін біз жолдасым екеуміз осы жақта қонып жүрміз. Жолдасым жұмыста кезде атам мен енем қонады. Ол кезде, басқа кезде біз қонамыз. Мына жерде біздің мойка болады болашақта. Мына жақта газ тұрады, осы жердің барлығы кухонный уголок болады. Кухонный гарнитур болады. Бірақ оған дейін біз мынадай, осындай жерде тамақ істейміз газ баллонмен. Әрине болашақта газ кіргізіледі, барлығы болады. Бірақ естелік болып қалу үшін, өзімізге болашақта есеп беру үшін мен осындайды YouTube каналыма түсіруді жөн көрдім. Сіздерге осындай видеолар ұнай ма? Барлық бөлмелердің жағдайын көрсетейін ба? Біз қандай төсекте ұйықтап жүрміз? Қандай жерде шай ішіп жүрміз? Қызықты болса, төменге комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Сол жерде бөлісетін боламын. Бүгін жолдасым осы газды құрып берді, баллонмен газды толтырып алып келдік. Мінекей, бүгінге осы. Енді күнделікті осы жерде тамақ жасап жейтін боламыз. Әрине мынаның іші әлі ақталмаған, әлі штукатуркамен тұр. Көп жаңағыдай енді негатив комментарий жазбаңыздар. Өзіміз үшін, мен өзім үшін, болашағымыз үшін осындайды түсіріп қойып жатырмын. Бізде әлі жұмысшылар келген жоқ. Бұйырса жұмысшылар келсе, мынаның ішін ливка ұстап бастайды. Одан кейін басқа жұмыстар жүреді.